республикалық семинарға қош келдіңіздер. Бүгін барлықтарыңызды онлайн режимінде көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Мақсаттарымыз республикалық семинардағы. Ол әрине бірінші семинарды ұйымдастырып өткізу, техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы ынтымақтастықты нығайту. Ең бүгінгі негізгі өзекті мәселелерді қашықтан оқытуды талдау. Республикалық семинарға 37 колледж ұсыныс берді. Оның ішінен 9 колледжден 11 баяндамашы өздерінің озық іс тәжірибесімен бөліседі. Сонымен қатар бүгінгі семинарымызға Жамбыл облысындағы білім саласын бақылау департаментінің мүшелері, Жамбыл облысы әкимиятының білім басқару мүшелері де атсалысып қатысып отыр. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас от имени администрации и коллектива Жамбылского высшего медицинского колледжа. Участникам и слушателям сегодня будет продемонстрирован широкий спектр дистанционных технологий, применяемых в нашем колледже. На семинар также представили свой опыт работы по дистанционному обучению наши коллеги из высших медицинских колледжей нашей республики. Сегодня вообще подали заявку 37 колледжей. Будут докладчики из 9 колледжей. Первый доклад Қуанышбекова Ләззат Тураровна. Тема доклада қашықтан білім беру технологиясы арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру. Біздің колледжде цифрландыру бағдарламасы бойынша электрондық журнал Smart Edu платформасы жұмыс жасайды, және бүгінгі жиналысымызды өткізіп отырған Мегаполис платформасы арқылы біз қашықтан оқу жүргізіп отырмыз студентпен. Бірінші қадам тікелей байланыс студентпен, және екінші қадам ол сабақтан кейінгі студенттің жұмысы, сұрақтар мен тесттерге жауап беру, үй тапсырмасын орындап кері жолдау және пікірлер қалдыру. Ережеге және нұсқаулыққа сәйкес оқушылар модул платформасында контенттерін үнемі толтыруда. Колледжде оқитын 1778 студенттің біреуі байланыс жоқ шалғай елді мекенде тұратындан Қазпочта арқылы дәрістері мен тапсырмаларын алып отыр. Модул платформасының ішіне кіріп көретін болсақ, оқытушының фамилиясын таңдап, сол оқытушының қашан соңғы рет сайтта жұмыс жасағаны көрініп тұрады. Сайт арқылы статистиканы көре аламын. Қанша бір күнде сабақ оқытушының жіберген тапсырмасы, міне жауабы жазған тапсырмасын суретке түсіріп, біздің модул платформасы арқылы оқытушыға жібере алады. Емтихан және дифференциалды сынақтарды тапсыру үшін логин арқылы кіріп, запуск арқылы студенттер тест тапсыратын ауызша емтихандың видео қазақ тобына қазақ тілін таңдаймыз. Соған назар аударсаңыздар. Здравствуйте, уважаемые студенты! С помощью информационно-образовательной среды модул мы с вами дистанционно изучили курс «Сестринский уход при острых заболеваниях. Хирургическое и переоперативное сестринство». Бірінші науқасты өзімізге қаратып отырғызып аламыз, және де бинтті басын сол қолымызбен ұстаймыз, ал орамын оң қолымызбен ұстаймыз. Қазір сіздердің көргендеріңіз Мегаполис платформасы арқылы ауызша емтихан, оның алдында біздің өзіміздің тестілеу базасы арқылы тестированиені көрсеттік. Қашықтан оқыту кезінде жоспарға сәйкес шаралар одан әрі жалғастыруда. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Білім сапасы және мониторинг бөлімінің 2019-2020 оқу жылының бірінші жарты жылдық есебінен сараптамасы. Қашықтан оқыту барысында студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында тәрбие жұмысы да жүргізілуде. Жоспарға сәйкес тәрбие сағаттары, байқаулар, онлайн жиналыстары, челлендждер және тағы басқа шаралар ата-аналармен және студенттермен ұйымдастырылуда. Қолымыздан келгеннің бәрін осы бағытта жасалынып жатыр. Колледж оқытушылары, колледждің басшымыз Жәмила Нұрғалиевнаның бүкіл жағдайды жасауының арқасында және оқытушыларымыздың білікті жұмысының арқасында, бүкіл әкімшілік мүшелерінің қызметінің арқасында және ақпараттық орталықтың білікті жұмыстарының ұйымдастыруының арқасында біз бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту технологиясын тиімді пайдаланып, бүкіл ақпараттық технологияның бәрін жұмыс барысында пайдаланып отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Ләззат Тураровна. Есть вопросы к докладчику? Если нет вопросов, то продолжаем работу семинара. Следующее слово предоставляется Андакуловой Куралет Люлесовне,
Тема доклада «Дистанционное обучение в Жамбылском высшем медицинском колледже путем применения системы электронного обучения Moodle». Рабочая учебная программа, лекционный материал, презентации, учебно-методические комплексы, профессиональные стандарты, индивидуальные задания, ситуационные задачи. После решения ситуационных задач студент может проверить правильность выполнения своего ответа и тестовый материал. Контент профессиональной практики состоит из следующих ресурсов и элементов. Расписание профессиональной практики, утвержденное директором колледжа. Рабочая учебная программа, согласованная с социальными партнерами. Учебно-методические комплексы, презентации, документация студентов и методического руководителя, профессиональные стандарты предметов. Если рассмотреть предмет сестринское дело в терапии, профессиональный стандарт по предмету содержится перечень практических навыков, которые должен освоить студент во время прохождения профессиональной практики, индивидуальные задания, которые стоят по 3-5 вопросов, на которые студенты представляют свои ответы в виде презентации, устно, письменно и в виде видеозаписи, ситуационные задачи и выписывание рецептов, после которых студенты могут проверить правильность выписанного рецепта или решения ситуационных задач. Каждое индивидуальное задание, решение ситуационных задач, выписывание рецептов оценивается методическим руководителем ежедневно. По завершении предмета студент отвечает на тестовые вопросы. Итоговая оценка суммируется автоматически. Методические руководители профессиональной практики являются ответственными за подготовку студентов независимо от оценки качества знаний. Поэтому в период прохождения профессиональной практики 3 раза в неделю отвечают студенты на тестовые вопросы в базе тестирования, а также готовятся к станциям по оказанию неотложной помощи в экстренных ситуациях. В контенте профессиональной практики имеются алгоритмы по оказанию неотложной помощи и видеоуроки по каждой станции преподавателям. Как результат вышесказанного выше, хотим представить вашему вниманию прохождение профессиональной практики студентов на дистанционном обучении. С методическим руководителем 415 группы по специальности «Сестринское дело». Профессиональную практику провожу по дистанционному обучению на платформе Moodle. Я студентка 415 группы. Специальность «Сестринское дело» Цитбергенова Анель. Прохожу профессиональную практику дистанционно по предмету «Сестринское дело в терапии». Мен Қамшыбек Арнат, 4-8 топ студенті. Кәсіптік тәжірибені қашықтықтан өтіп, қазіргі таңда ситуациялық есептерді шығарып жатырмын. Жұмысымды аяқтап, дұрыс жауапты әдістемелік жетекшіме жіберемін. На сегодняшнее мое задание – это оказание помощи при приступе стенокардии. Для данной манипуляции нам понадобится фонендоскоп, нам понадобится тонометр, нам понадобятся таблетки валидола, таблетки нитроглицерина, таблетки нифедипина 10 мг. Далее мы даем таблетку нитроглицерина, либо таблетку валидола под язык. Если больше не прекращается, опять повторяем, через каждые 5 минут таблетку. Спасибо большое, дочка. Следующее слово предоставляется нашим коллегам из Северо-Казахстанского медицинского колледжа. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прямые педагогические воздействия преподаватель оказывает в режиме реального времени, так и в асинхронном режиме. Для качественного обучения используются кейс-технологии, ТВ-технологии, асинхронные и синхронные сетевые технологии. Но при применении любой технологии основу процесса составляет контролируемая преподавателем самостоятельная работа. В целом, педагогическая, содержательная и воспитательная организация дистанционного обучения направлена на качество предоставляемых образовательных услуг. Спасибо за внимание. Преподавателями-предметниками и администрацией колледжа. Помните, что дистанционное обучение – это не повод для режима послабления. Самоконтроль и самодисциплина – важное условие качества образования. Спасибо большое за содержательный доклад. Предоставляется Кокеновой Арайлом Куандыковне, методисту научно-методического отдела Государственный высший медицинский колледж имени Дүйсенбек Кулматаева, город Семей. Тема доклада «Дистанционное обучение. Формы текущего контроля знаний студентов». Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины или модуля.
Текущий контроль успеваемости проводится систематически преподавателями, ведущими учебные занятия по данной дисциплине или являющимися руководителями практики. Развитие новых современных технологий требует в первую очередь это нормативной базы, во вторую очередь это подготовка кадров, обладающих профессиональной компетенцией, умеющие адаптировать, на которое время очень было ограничено. Для проведения практических занятий и освоения практических навыков используется также Classroom или платформа Zoom. На Classroom прикрепляется видео-практический материал с демонстрацией практических навыков. Айжан Акбергеновна, большое спасибо за участие в нашем семинаре, за содержательный доклад. Следующее слово предоставляет Булаткызы Аймире, преподавателю Туркестанского высшего медицинского колледжа с докладом «Платформа Moodle в дистанционном обучении». Благодаря тому, что наш колледж регулярно проводил онлайн-занятия и имеет свой YouTube-канал, у нас нет проблем с предоставлением материалов. По стандартам МОН-РК при кредитно-модульной системе обучения дисциплина включает в себя ВСК. Это 0,6%, который состоит из ВСК-1 и ВСК-2. И экзамена 0,4%, это 40%. В заключение хотелось бы сказать, востребованность и внедрение технологий дистанционного обучения Moodle в медицинском образовании на данном этапе как никогда востребован в связи со сложившейся ситуацией в РК. Она позволяет непрерывно и, самое главное, качественно получать знания нашим студентам. Слово предоставляется Грохотовой Ирине Владимировне. Это педагог-психолог, преподаватель основ психологии и коммуникативной навыки Усть-Каменогорский высший медицинский колледж. Значит, при создании заданий, помимо теоретического материала, должно строиться в форме ситуационных задач. Конечно, дистанционное решение таких задач лишается фактора неожиданности, когда преподаватель не имеет возможности увидеть действия ученика, когда он формирует свой ответ, но также и дает возможность этому же обучающемуся обдумать свой ответ намного лучше, да, используя те материалы, которые предложил ему преподаватель, а также и какие-то другие разные. Студенттерге аралык аттестаттау мазмунун күрделүүлүгүнүн ерекшелигине карай онлайн форматында өткөзүлүүгө немесе кийинки убакытка калтырылуу мүмкүн. Оны өткөзүү түрлөрү опять-таки биринчиси автоматталган жүйө Moodle аркылуу тестилөө, экинчи жеке жылдан. Келесі сөз кезегі Талдықорған жоғары медициналық колледжіне берейік. Әріптес Сейітханова Айдана Сейітханқызы. Дистанционное образование с учетом особенностей и проблем для медицинских колледжей. Келесі түсіну кезеңінде оқытушылармен бірге онлайн 3 семинар, 2 вебинар және әлеуметтік желі арқылы 3 тікелей эфир өткізіліп, кешенді әдістемелік көмектер көрсетілді. Нәтижесінде қолдану кезеңінде оқытушыларымыз теориялық және практикалық сабақтарын тікелей эфир арқылы өткізіп, бүгінгі күні барлығы 5 әдістемелік цикл бойынша 4860-тан аса дәріс өткізіліп отыр. Құрметті әріптестер, еңбектеріңізге шығармашылық табыс. Рахмет, Айдана Сейітқызы, өте керемет, ерекше баяндамаңыз үшін сіздерге де зор табыс тілейміз. Өткен жұмадағы мониторинг нәтижесі оқытушыларда қандай біздерде оқу процесі жүріп жатыр, қай бағытта, қандай проблемаларымыз бар, қандай нұсқаулық берілді. Мінекей осылардың барлығы жазылып, және соңында әр бөлімдер бойынша белсенді оқытушылар қандай жетістіктері бар, жаңа технологияларды қолдануда, осылардың барлығын біздер сараптап әр жұма сайын мониторинг нәтижелерін шығарып отырамыз. Жалпы қашықтан оқыту оқытушылардан үздіксіз ізденісті, шығармашылықты, ақпараттық сауаттылықты, мүмкіндіктерді қолдануды талап ететін колледж оқытушылары жауапкершілікпен қабылдап, осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіруде шығармашылық пен белсенділік танытады деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі семинарға атсалысқандарыңыз үшін, өздеріңіздің озық іс тәжірибелеріңіз бөліскен үшін барлық әріптестерге Жамбыл жоғары медициналық колледжінің атынан үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Семинарымызды жақсы деңгейде өтті деп аяқтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер, семинарымыздың соңында біздің ақ халатты абзал жандарымыз өзіміздің әріптестерімізге орта буын даярлап жатқан медицина қызметкерлеріне арнаған ақ халатты абзал жандар әнімен аяқтағымыз келіп отыр.
Таныспайтын сағатпен түнгі 4-6-ма, ас ішпейтін тағатпен асығатын халқына, қуаныш нұр шашасын, кім жетеді барқына. Дәрігерлер жасасын аналап бағантына. Ақ халатты абзал жандар жетелейтін біздерге, ақ халатты абзал жандар бақ сыйлайтын өзгеге, ақ халатты абзал жандар сенім сыйлар біздерге, ақ халатты абзал жандар өмір кілді сіздерде, өмір кілді сіздерде. Рахмет, біз біргеміз.